17 наурыз тарихқа тағзым күні. Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың санасына ұлттық балалардың 17 наурыз тарихқа тағзым күні. Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың санасына ұлттық құндылықтарымызды сіңіру деген сүйіншіліктің арттыру мақсатында ұлттық тарихи, өлкетану, өнер және әскери музейлерге апару. Биыл Бұлжабаевтың туғанына 175 жыл толуына орай ақынның туған жерге, елге, ерлік, өнегелік секілді жырларын дәріптеу. Өткен ғасырдың басында тәуелсіздік идеяларын халық арасында дәріптеуге зор еңбек сіңіріп, азаттық жолында құрбан болған, әрі елге қызмет етудің озық үлгісін көрсеткен алаш қайраткерлерінің есіміне ұлықтау. Өте ашаршылықтың алғашқы кезеңі 1921-1922 жылдардағы нәубеттен бергі 100 жыл өтуіне орай арнайы кездесулер ұйымдастыру, талқылау. Биыл желтоқсан оқиғаның 35 жыл толуына орай азаттық алғашқы қарлығаштары, тәуелсіздік боздақтары желтоқсан. Зиялы қауым өкілдерінің жаңа ғылыми еңбектерінің және ақы жазушылар шығармаларының тұсаукесерін кітапханалар мен жоғары оқу орындарына ұйымдастыру. 17 марта – День истории. Организация экскурсий в национальные, исторические, краеведческие, художественные и военные музеи с целью привития национальных ценностей детям дошкольного и школьного возраста, воспитания их в национальном духе.